بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizler bugün Kimili Varaza sabahının 26. dersini keldik. Bizler Varazanın abzaldığına katısты baptağımız. Так, алдыңғы сабақта біздер пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам حديث تيجي فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره деген ер кісінің адасуы отбасында болады, және де мал дүниесінде болады, жан дүниесінде, және де уәләдеги бала шағасында, және де жәриhi көршісінде болады. يكفره الصيام يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر оларға кәфәрат болатын нәрселер ораза, намаз, ораза, садақа, жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару деп айтты. Осы жердегі біз кеше мына жерге келдік, иә. ويحتمل أن يكون كل واحد من الصلاة وما بعدها يكفره مذكورات كلها لا كل واحد منها. жоғарыда айтқан нәрселер барлығы барлығы күнәларды кешіруге себепші болатын нәрселер дейді. Әрқайсысы жеке емес, барлығы да күнәларды кешіруге себепші болатын нәрселер. бұл жердегі ер кісі деп айтудың себебі көбінесе үкімнің иесі болған ер кісі, өзінің ауласында болсын, өзінің үйінде болсын, өзінің отбасында болсын, үкімнің иесі ер кісі болғаннан кейін жетеді. Енді әйелдер де осы деген секілді ер кісілердің бауырлары секілді үкімде. Осы әйелдер де бұл мәселеге кіреді дейді. Әйел кісілер де фитнаға отбасыменен түседі, мысалы, бала шағасыменен, жан дүниесіменен, нәпсіге деген өз-өзіменен, және де көршісіменен де, мысалға, әртүрлі сынақтарға түседі. Хасад деген сияқты мәселе, қызғаныш деген сияқты, еткендегі айтқан мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен сома рамадан иманын вахтисабан вағфир лаху ма тақаддама мин занбихи ма тақаддама мин занбихи. Кім оразаны рамазан оразасын иманменен, ихтисабпенен, ихтисаб деген сөзіміз үмітін, сауап үмітін күтіп деген мағына. Ғафир лаху ма тақаддама мин занбихи, істеген өткен күнәларының барлығы кешіріледі деген. وقال صلى الله عليه وسلم басқа хадисте пайғамбар صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة. Арафа күні ораза ұстаған ораза өткен күнәлардың және де болашақта келетін күнәлардың, өткен жылдың және де болашақтағы жылдың күнәларына кәфарат болады деп айтты. Болашақтағы деген мәселеге қатысты қазір төменде ашықтамалар болады иншалла. Не үшін болашақтағы мәселеге қатысты, өйткені біздер болашақ мәселесінде, яғни қалай ол болашақта істейді мәселелер соған қатысты. وقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم العرفة عرفة күн ұстаған ораза дейді. إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. Арафа күні ұстаған оразадан мен үміт етемін, яғни алла тағалаға осы жылдың және болашақтағы жылдың күнәсін кешіреді деп. وصيام يوم العاشوراء عاشوراء күні ораза. إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Ашура күні ұстаған оразадан мен істеймін дейді болашақтағы өткен шақтағы күнәлардың кешіруін
үміт деген, жақсы. قال منوي غالب الله يبت أي أرجو منه يعني أمتي المعنى احتساب عليه سلمس. قال ابن أسير ابن أسير يحتساب على الله بداء البدار إلى طلب الأجر تحصيله باستعمال أنواع بر أعطى أعطى أمتي وجودك المسيرين صوابتن 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 болуун және де وتحصيل باستعمال أنواع البر ол жақсылық ол күнәға сауапқа не арқылы жету жақсылықтың әртүрлі ісін әртүрлі жақсылықтар жасау арқылы соған жету дейді. آه، قال طبيبي بجد وكان القياس أرجو من الله فوضع محله احتسب وعده على التي للواجب على سبيل الوعد مبالغة في تحقق حصوله. бұл жердегі негізі әржу деген нәрсе ә, негізі хадисте мысалға негізі үміт ету деген сөздің орнына ә, есептесу деген сөз, ихтисап деген сөз есептесу, есеп алу деген сияқты мәселе ғой. Енді екі сөздің арасында айырмашылық бар. Екі сөздің арасында айырмашылық бар. Яғни бірінші сөз, яғни әржу деген сөзіміз бұл ә, үміт ету қысқасы, бірақ үміт ету деген мақсат бұл жерде ешқандай міндеттеу мәселесі жоқ. Бұл жерде үміт ету деген сөзде ол етіледі үміт, нақты нәрсе жоқ. Ал ихтисап деген мәселеде ахтасибу деген сөзіміз ол сол сауабын күтемін міндетті түрде деген мағына ғой қысқасы, иә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы ахтасиб деген сөзіміз, яғни мен ашура күні ұстаған оразадан, арафа күні ұстаған оразадан мен істеймін деген өткен жақтың күнәларын кешіруін талап етемін деген сияқты. Талап етемін, әлбетте қатты үлкен мағына емес. Сол нәрсенің есептесуін мен қалаймын деген мағына. Яғни ол жерде үкім жағынан кішкене басымырақ үміт етуге қарағанда. Үміт ету сөзіне қарағанда ихтисап сөзі басымырақ. Яғни сол істің орындалуының сол істің орындалуының не істеп тұр бізде күшейтпелі райыменен айтып отыр қысқасы. Ал әржу деген сөз ондай мағына бермейді. Әржу деген сөз сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ихтисаба деген сөзді қолданды. Якфуру саат аллати қаблаху, өткен шақтың күнәларын кешіріледі деген, яғни кімде кім бүгін ораза ұстайтын болса, иә, және де ашура күні, арафа күні ораза ұстайтын болса, оның өткен шақтың күнәлары, жылдың күнәлары кешіріледі деп айтты. Яғни бірақ бұл жерде кешірілетіндер бұл қандай күнәлар екен? Кішкентай күнәлар. Ал үлкен күнәларға негізі тәубе керек. Үлкен күнәларға тәубе керек. Енді біздің түсінбей жатқан нәрсеміз болашақтағы күнәларды кешірілуі. Яғни сен болашақтағы күнәларды кешіру деген сөзіміз, мысалы біреуге кейбіреулер жол ашып береді бұл нәрсе. Яғни мен қазір ораза ұстап алайын, болашақтағы күнәларым кешірілсін. Сөйтеді дағы не істейді? Ондай болса мен күнәні істей берейін қазір. Кейін ол болашақта мен қазір ұстап қойған оразам сол кәфарат болады сол күнәларға дейді қысқасы, иә. Бұл енді әлбетте қалай түсінеміз бұл нәрсені? Ғалымдар қалай түсіндірді? بمعنى أنه تعالى يحفظ أن يذنب فيها. Мағынасы, яғни болашақтағы күнәларын кешіреді деген сөзі алла тағала оны күнә жасаудан сақтап қояды деген мағына екен, иә. Оны күнә жасаудан сақтап қояды деген мағына екен.
أو يعطي من ثواب ما يكون الكفارة يلزم بها немесе сауап береді ол сауаптар дейді сол болашақтағы күнәларына кафарат болады дейді أو يكفرها حقيقة немесе шынымен де حقيقة расымен де алла тағала не істейді екен оның күнәларын кешіріп жібереді ولو وقع فيها ويكون المكفر مقدم على المكفر ولو وقع فيها егер де болашақта сол күнәға түсіп қалатын болса ويكون مكفر кешірілген нәрсе кешірімнен مقدم على المكفر былай ғой мукаффар деген сөзіміз кешір кафарат болынған нәрсе кафарат болушы нәрсе кафарат болушы кафарат болынған нәрседен кейін орын алады деген сөз яғни кафарат алдын істеліп қойды сосын барып күнәсі істеді екен орындалды деген сияқты енді бұл үкім жағына келетін болсаңыз дүниеви үкімдерде бұл нәрселер есепке алынбайды мысалға сіз рамазан кафаратына қатысты бұл жерде кафарат деген сөз күнәнің кешірілуі қысқасы мағынасы сондай ал енді кафарат бұл біздегі рамазан кафаратына айтқан жоқпыз мысалы рамазан кафараты сіз мысалға рамазан айында бір ішіп әдейі жейтін болсаңыз рамазан күндізінде ішіп жейтін болсаңыз жыныстық қатынасқа қосылатын болсаңыз сізге не істейді кафарат міндет болып қалады мысалы 60 күн ораза ұстауыңыз керек енді сіз мысалы бұл нәрсе істемедіңіз просто алдын ала сақтау үшін 60 күн ұстап қойдыңыз мысалға ше иә кафаратта бұл есептеледі ме мысалға есептелмейді өйткені сізге кафарат міндет болу үшін бірінші жүзеге асу керек ал жүзеге аспай тұрып сізге бұл міндет тумайды сол себепті ол ондай кафараттар алдын ала жасалған кафараттар бұл неде яғни хақиқатан жүрмейді ал олардың кешіруіне қатысты кафараттарға алла тағала рұқсат етіп білемін قال صاحب عدة وذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات сол себепті дейді оразаның өзге құлшылықтарға қарағанда теңдессіз яғни бұл оразаның бір артықшылығы болашақта күнәларды кешіріп жіберу деген жауап айтқан екен иә жақсы жалпы өте керемет жақсы біздер қатты ұзатпай ақ қояйық وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته